Жақсы. Енді бірінші жауапта бірінші есепке қарайық. Бізде айтылады, яғни А мен Б бізде жалпы мынандай бір есеп берілген, мынандай бір біздің есебіміз берілген. Енді бұл есеп бізде А мен Б-ның орнына және мұнда тұрған 5 пен 3-дің мәнін бізге қою керек дейді. Енді бұл жердегі аса күрделі ешнәрсе жоқ. А мен Б-ның орнына тек қана 5 пен 3-ті қойып шығарып аламыз, яғни А-ның орнына 5-ті қоямыз. Мұнда қарасаңыздар, А дәрежесінде 5 Б тұр, яғни 5-тің 3 дәрежесі. Яғни бұл бізде неге тең? Бұл бізде 5-тің 3 дәрежесі дегеніміз 5-ті өз-өзіне 3 рет көбейту деген екен. Ол бізде 125-ке тең. Енді жалпы бұл бізде 125-ке тең болатын болса, енді бізге айтады 125, яғни А-ның Б дәрежесі азайтылған 1 дейді. Одан біз 1-ді азайтуымыз керек. Ол бізде 124 болып қалады. Ал Б азайтылған 1 дейді. Яғни Б азайтылған 1 дегеніміз ол бізде деп отқанымыз 3, ал 3-тен 1 азайтатын болсақ, бізде не болады? Ол бізде 2 болып қалады. Сонда бізде 125-тен 1 азайтатын болсақ, 124 2-ге бөлетін болсақ, онда бізде жауабы 62. Яғни бұл бізде 62 деп тұрғанымыз дұрыс екен. Және екінші есепте берілген екен. Екінші есепте дәл осыған ұқсас, бірақ керісінше, бірақ бұл жерде бізде керісінше, яғни 3 пен 5-тің, яғни 5 пен 3-тің немесе екеуінің орындарын ауыстырып бізге көрсеткен екен. Енді осы жердегі есептеріміздің есептеп алайық. Бізде А-ның Б дәрежесі, яғни 3-тің 5 дәрежесі, яғни 3-ті өз-өзіне 5 рет көбейтуіміз керек. 5 дәрежесі, бұл бізде неге тең болады? 243-ке тең болу керек. 243-тен 1-ді азайтатын болсақ, 242 болады. 242 болады, енді 242-ден мұнда қарасаңыздар, Б азайтылған 1 деп бар, Б азайтылған 1, Б азайтылған бізде 5, яғни 5-ті біз енді 5-тен 1 азайтатын болсақ 4 болады. Демек, осы 242-ні бізге енді осы 4-ке бөлу керек екен. Сонда 60/5 шығады. Онда бізде екі жауабымызда дұрыс деп көрсетілген екен. Келесі есептерге көшейін. Келесі есептерде қараңыздар. Үшінші есеп және төртінші есептер. Үшінші есепте бізде берілген жауаптардың ішінде біреуі ғана дұрыс дейді. Яғни А үлкен Б-дан, Б үлкен 0-ден. Яғни бұл қандай сандар? Бұлар бізде бүтін натурал сандар дегенді білдіреді. Бүтін натурал сандар. Және мына жерге қарасаңыздар, А квадрат минус Б квадрат тең 12 дейді. Яғни қай санның, қазір біз бір санның квадратынан екінші санның квадратына асқан кезде бізде 12 шығу керек дейді. Енді мысалы былай ойлайық. Демек, бұл жердегі бір-біріне айтқан кезде 12 болу үшін біз бір санның дәрежесінен 12-ні азайтқан кезімізде, онда ол жерде біз не шығу керек? Онда бізге ол жерде 12 шыққан мән, яғни дәрежесі бар саннан 12-ні азайтқан кезде шыққан мән белгілі бір санның дәрежесі болу керек. Мысалы 12 деп тұр, бізге 12-ден үлкен санның дәрежесін алуымыз керек. 12-ден үлкен санның дәрежесі ол бізде 16. 16 деген ол бізде не? 4-тің квадраты дұрыс, 4-тің квадраты. Енді 4-тің квадраты бізде 12-ге тең, 16-ға тең. 16. Енді осы 16-дан 12-ні азайтатын болсақ не болады? Ол бізде 4 пайда болады, дұрыс па? 4. Ал 4 деген неге тең? 4 деген бізде 2-нің квадратына тең. Демек, біздің есебіміз мына жердегі уже сандарымыз шықты. Яғни 4-тің квадратынан 2-нің квадратына азайтатын болсақ, 16-дан 4-ні азайтатын болсақ, бізде 12 болады. Енді бізде мына жердегі сан мәндерінің қайсысы дұрыс дейді? Бұл жерде біз айта аламыз, тек қана 2 дейді. Жауап қана бізде дұрыс деп. Төртінші есепте топтағы балалармен бірдей мөлшерде
көрсетілген. Яғни 87 қарындаш және 58 қалам таратылып берілген топтағы балалардың саны қанша дейді. Демек бұл жерде 87 мен 58-де бірдей бөлінетін санды табуымыз керек. Енді оның ең оңай жолы, ең алдымен біз 87-тен 58 азайта салсақ жеткілікті. 87-тен 58 азайтатын болсақ бізде 29 шығады. Ал 29 бізде 58-ге де бөлінеді. 58-ге бөлсек 2 болады, 29-ды 87-ге бөлсек 3 болады. Демек сәйкесінше екеуінде біз айта алар екенбіз 29 деген жауап бізде дұрыс деп. Яғни ең кіші ортақ, ең үлкен ортақ бөлгішін тауып аламыз ғой. Ең үлкен ортақ бөлгіштер бұлардың бізде 29 болып тұр екен. Келесі есептер. Мына бізде мына жерден 5-ші, 6-ші, 7-ші есептер. А дегеніміз бізде 47.869 деп қойып жатқанымыз 106.703 дейді, яғни жай сандар дейді. Қараңыздар, жай сандар деп тұр. Және С 3 көбейтілген, 47 деп жатқанымыз ол бізде А, 106 деп жатқанымыз ол бізде Б-ның мәні болып тұр. Енді 3 санның ең үлкен ортақ бөлгішін табыңыздар дейді. Қараңыздар, жай сан дегенімізді қандай сандар? Жай сан дегендеріміз ол бірге және өзіне ғана бөлінетін сандар. Демек олар басқа сандарға бөлінбейді. 47 Аның мәнінде, Б-ның мәнінде. Ал С деп жатқанымыз ол А мен Б-ның көбейтіндісінен құралып тұр. Демек ол да бөлінбейді деп айта аламыз біз. Себебі оны жай санға көбейткенде құрамасын пайда болмай жай санға көбейте беретін болсақ, именно жай санға көбейтетін болсақ, онда құрама болады. Себебі соған қайтадан бөлуге болады айтамыз. Ал екі түрлі жай санға көбейткенде онда бізде ондай мән шықпай қалады. Және біз 3-ге бөліп шығарамыз. Мынау жай сан болғандықтан, мынау да жай сан болғандықтан, ал жай сан деп жатқанымыз ол бізде бірге және өзіне ғана бөлінетін сан болғандықтан, бізде мына 3 санның енді сының мәнін біз көбейтпей ақ та қояйық. 3 санның жай сандар болғандықтан үшеуі де бұлардың ең үлкен ортақ бөлгіштері 1 болады. Себебі олар бірге және өзіне ғана бөлінеді. 6-ші есеп. Дәптер бағасы 35 теңге, ал Елнардың ақшасы тек 20 теңгеліктер дейді. Сатушының қайтаратын ақшасы болмаса, Елнар кем дегенде қанша дәптер алу керек? Жалпы дәптердің бағасы 35 теңге. 35 теңге. Біз дәптер ала беруіміз керек, қай кезге дейін? Ол 20-ға бөлінетін сан қанша? Мысалы 2-ге бөлетін болсақ қанша болады? Ол бізде 70 болады. 3-ге бөлетін болсақ, ол бізде 105 болып қалады. Насындар әлі бізге, яғни 20-ға бөлгенде бүтін сан шығу керек. 105 болып қалады. Ал егер тағы 4-ші дәптерді алатын болсақ, онда ол не болады? Ол 140 болады. 35-ті біз 35 теңгеден бізге 4 дәптер алатын болсақ, онда бізде 140 теңге, ал 140 теңгеде 20 теңгеліктен 7 штугын берсек, бізде 20 теңгеліктен дәптер ала алады екенбіз. Яғни без сдача. Былайша айтқан кезде. 7-ші есепте қызыл және сары гүлдердің әрбір гүл шоғынан 3 немесе 5 гүл. Бізде мына жерде 7-ші есепте бізге есептің суреті керек еді. Nerede суреті жоқ екен. Себебі бұл белгілі бір диаграммамен берілген есеп болып табылады. Ал бізде қазірше диаграмма болмай тұр. Так, мына 8-ші 9-ші есептерді қараңыздар, осы есептерде қателесулеріңіз мүмкін. Бізде айтады, қараңыздар. Кері тәуелділік y-тен k бөлінген x қосылған 1 қатынасымен берілген. Егер x-тің мәні дельта x-қа шамаға өзгеретін болса, y-тің қалай өзгергіштерін анықтауға болады дейді. Енді бұл жерде ең бірінші сіздерге мән беру керек жайт не? Ол бізде мында айтып дельта деп тұр. 3 бұрыш деп тұрған, оны дельта деп айтамыз. Бұл жердегі бұл дельтаның не мәні бар? Бұл жерде дельтаның мәні, мына жерге егер қарайтын болсаңыздар, есепке жақсылап, бұл жердегі бізде дельта деген ол x пен y-тің, яғни 2, мысалы біз 2x болатын болса, 1x-іміз 6, 1x-іміз 7 болатын болса, дельта x деген сол екеуінің қосындысына тең. Ал бізде кері тәуелділік болғандықтан, бұл жерде біз 1x-імізді плюс, 1x-імізді минус деп аламыз. Яғни бізде 2x болады, 2x болады, біреу плюс, біреу минус деп аламыз. Егер қарапайым x-ті дельта x-қа айналдыратын болсақ. Сол себепті сіздерге енді түсінікті тілмен айтатын болсам, сіздер жауапта x-тің плюс мәні және минус мәні барын іздейсіздер. Мысалы мұнда қарайық. Егер мына с жауаптың өзінде қарайтын болсаңыздар, x тұр, бөліміндегі x-та плюс тұр, дұрыс па?
Ал мындағы x-тің минусы ол өзіне жазылмайды, ол мына есептің алдына жазылады. Неде қарасаңыздар. Y тең минус деп басталады. Ал ол минус k дельта x дегенге тең. Демек біреу плюс, біреу минус болу керек. Ал басқа варианттарын қарасаңыздар, ешқайсысында екі дельтада плюс минус жоқ. Екі дельта x болу керек біріншіден. Екі дельта x сымен v-да ғана бар. Ал v-да жоқ минусы, себебі ода дельта болғанда, ода біреуінде плюс, біреуінде минус болу керек. Тоғызыншы есеп. Тоғызыншы есепте дәл осы есепке ұқсайды. Жаңа біздің сегізінші есебімізге. Сызықтық тәуелділік r тең 1 минус 2q қатынасымен берілген еді. Егер q-ның мәні дельта q шамаға өзгеретін болса, r-ның мәні қалай өзгереді? Дәл жаңағыдай бізге плюсы да минусы да керек. Плюсы және минусы екеуі де бөлек-бөлек керек болатын болады. Ал бізде мына жерде қарайтын болсаңыздар, бірінші варианттарда біріншісінде тіпті дельта q-ның өзі жоқ. Ал бізде дельта q болсын деген, екіде тек қана минус дельта q берілген. Үшінші есебімізде бізде қарасаңыздар, мына q-лардың мәні берілген 2q және мұндағы с варианттары минус пен плюстің мәнін іздесеңіздер, қараңыздар, минус 2q қосылған дельта q деп тұр. Енді осы жердегі минус 2-ні көбейтетін болсақ, ішіндегі мәндердің бәрі минус болып шығады ғой. Ал екінші вариант, екінші қатарына қарасаңыздар, одан кейін не жазылған? Минус шақшаның үстінде минус 2q қосылған 1 дейді. Яғни минус пен минусты көбейтетін болсақ не болады? Онда ол плюс 2q болып шығады. Мұнда біріншісінде минус 2q болады, екіншісінде плюс 2q болып бізде есептеріміздің мәні пайда болады. Ал 3 пен 4-те бізде мүлдем екінші бөлікте көрсетілмеген. Тек қана біз сонда айта аламыз, с варианты ғана бізде дұрыс деп. Ал 10-шы, 11-ші есептер, бұлар бізде таза математиканың ең алдыңғы бөліктері. Былайша 5-ші сыныптағы математика басталатын болды. Соның негізгі бөліктер, яғни натурал, бүтін, рационал сандар үшін дұрыс қатынас дейді. Жалпы натурал сан дегеніміз сіздерге осы үшеуі бойынша бір түсініктеме беріп кете салайын. Жалпы натурал сан дегеніміз ол жалпы сандардың біз санай алатын сандар. Яғни адамзат белгілі бір заттарды санай алатын. Егер дастарханның бетінде мысалы бір 6 алма тұрса, онда біз айта аламыз 6 алма тұр деп, 6 алма бар. Және 6 алма бар. Және мысалы енді оның жанына бір шарт алма, біреу бір рет жеп оны қоятын болса, онда ол жерде енді жалпы неше алма бар деп сұрайтын болса, онда ол 6 жарым емес, ол жерде 7 алма бар. Яғни орындармен немесе адамдармен де бірге келтірсек болады. Мысалы бір сыныптың ішінде, бір кабинеттің ішінде дейік, 10 адам отырса, оған бір 3 жасар бала келсе, оны бір 10 жарым деп айтпаймыз ғой. Яғни 11 деп айтамыз. Сол секілді бірден бастап плюс шексіздікке дейінгі жалпы бүтін сандар бізде натурал сандар деп аталады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 100, 1000, 5687 деген секілді әртүрлі сандар. Ал енді одан кейінгі бүтін сандар дегеніміз осы натурал сандар жатады бүтін санға. Натурал сандар бүтін санға жатады. Және дәл сол сандардың минустары жатады. Минустары жатады. Яғни минус 2, минус 3, минус 4, минус 5, плюс сандардан яғни 3, 4, 5, 6 деген болса, минустардан да 3, 4, 5, 6. Яғни минус сол сандардан қарама-қарсы минустары жатады. Және бүтін санға 0 деп жатады. 0-ды де біз бүтін сан деп айта аламыз. Ал осы сандардың барлығы рационал санға шығады. Рационал дегенге жалпы бір ауыз сөзбен плюс шексіздіктен минус шексіздікке дейін деп айта аламыз. Яғни рационал санға мысалы 1,5 деген сандар жаталады. 3,6, минус 3,6 деген секілді. Ал ол сандар мысалы натуралмен бүтін санға кірмейді. Олар тек рационалға кіреді. Енді сол себепті варианттармен бірге қарап көретін болсақ, ең бірінші сіздерге мән беру керек зат не? Ол мына жердегі мына стрелка бүйтіп былай тұрған. Бұл не стрелка деп тұрсаңыздар, мына варианттардың ішіндегі. Ол бірінші тұрған мысалы Q А вариантындағы, ол n-ға тиесілі. Яғни рационал сандар натурал санға тиесілі деп тұр. Ал бізде дұрыс па, дұрыс емес па? Мысалы мен сіздерге айттым, рационал санға 0,5 жатады дедік, ал 0,5 мысалы натурал санға жатпайды. Сол себепті біз бұны қате деп айта алады екенбіз. Бұл вариантта қате. Неге? Себебі ол рационал
рационал сан бүтүн мен натурал ашпайт, керісінше бүтүн мен натурал рационал сан ашат. Так мындай С вариантында рационал сан натурал санга тең деген ол мүлдем кате. Рационал санга 0 жатат, ал натуралга ол жатпайт. Сол себептен бул биз дурус деп айта алмайбыз. Ал Б вариантта натурал сан бүтүн санга жатат деп атат. Yani кез келген натурал сан ол кез келген бүтүн сан болот. Онда ол дурус. Кез келген натурал санды алатын болсак, 5, 6, 10 кез келген алатын болсак, онда ол бүтүн санга жатат. Ал керісінше бүтін сан натурал санға жатпайт, себеби бүтүн санга -2, -3 киретін болса, ал ол натуралга кирмей калат. Себеби биз бул вариантта сызып тастайбыз. Сонда бизде Б деген вариант дұрыс экен. Ал эми 11-чи вариант. 11-чи эсеп рационал, иррационал және нақты сандар дейт. Рационал, иррационал және нақты сандар. Енді бұл жердегі жаңағы рационалда түсіндіңіздер, кез келген сандар жатат деп. Ал жерде кез келген сан жататын болса, онда иррационал сан қандай жатат? Қандай сандар жатат деген сұрақ келеді. Иррационал сандарға бізге периоды шексіз сандар жатат. Яғни период шексіз деген қандай сандар? Олар сіздерге былай мысал келтірейін. Мысалы, 2-ні 3-ке бөлейік. 2-ні 3-ке бөлсек не болады? Калькулятормен бөлетін болсаңыздар, бұл периоды шексіз сандардың 0,60 кете береді, дұрыс па? Яғни 0-ден кейінгі сандар тоқтамайды. Яғни иррационал сандар осындай сандар. Немесе түбір асты 2. Түбір асты 2-ден қанша шығады? Түбір асты 4-тен 2 шығады, ал түбір асты 2-нің өзінен 1,41 деп басталады басы, және бұл да тоқтамайды. Ары қарап кете береді. Дәл осында, яғни 4-ден кейінгі сандардың шегі тоқтамайтын болса, онда ол сандар бізде иррационал сандар деп айтылады. Ал нақты сандарға осы рационал мен иррационал екеуі бірге кіреді. Демек, мына нақты сан дегеніміз осы рационал мен иррационалдан құралған сандар деп айта алады екенбіз. Енді варианттарына қарайтын болсақ, иррационал рационал санға тиесілі дейді, ол қате, екеуі екі түрлі сандар. Енді дәл сондай рационал иррационалға қате дұрыс тең болмайды. Рационал мен нақты сандар екеуі қосылып иррационалға тең болмайды. Бұл да қате. Керісінше рационал мен иррационал қосылып нақты санға тең болады. Ал мында рационал сандар нақты сандар рационал санға тең дейді, ол қате. Керісінше бізде рационал санымыз біздің нақты санға тең. Яғни нақты деген ол главный, ал одан екіге бөлінеді рационал мен иррационал. Солай түсінсеңіздер болады. Енді келесіге қарайық. Дөңгелектің көк бөлігі градус өлшемі 135 градус, қызылмен боялған бөлік дөңгелектің қандай бөлігін құрайды дейді. Жалпы бізде білесіздер, шеңбер қанша градустан тұрады? Ол бізде 365 градустан тұрады. 360 градустан тұрады. 360 градустан тұрады. Егер ол 360 градустан тұратын болса, оның 135-ін алып тастайтын болсақ, онда бізде 225 қалады. 225 қалады. Енді бізге бөлік деп тұрғандықтан бізге керек затты, бізге керек затын ол 225 градус, оны біз барлығына бөлуіміз керек. Ал барлығы деп отқанымыз ол не? Ол бізде 360 градус. Енді осы жерден біз өзіміздің санымызды ары қарай тауып алуымыз керек. Енді 360 пен 225-ің екеуі де бізге бөлінетін сандарын табуымыз керек. Ең бірінші ол бізде қаншасына бөлінуі мүмкін? Егер ол 45 бөлінеді, мысалы 5-ке бөліп алайық. Ары қарай есептерді енді жеңілдей береді. Мысалы 5-ке бөлетін болсақ, ол бізде 90 болады.
иә 90 болады бөлімі. Ал алымы 40. Жоқ, мына 5-ке бөлетін болсақ 7 бөлімі 90 болмайды ғой бізде. 5-тен беретін болсақ 72 болу керек, иә. Енді дұрыс 72 болды. 72 болады. Ал енді мында есептейтін болсақ 45 болады. Енді бұл сандар нешеге бөлінеді? Енді бұл сандар екеуі де бірдей. Мысалы 4 пен 5-ті қоссақ 9 болып тұр. 7 мен 2-ні қоссақ та 9 болып тұр. Екеуі де 3-ке бөлінеді. Демек, бұл сандардың екеуі де 3-ке бөлінеді деп айта аламыз. Сонда 72-ні 3-ке бөлетін болсақ, ол жерде бізде 24 болады. 45-ті 3-ке бөлетін болсақ, 15 болады. Сонда екеуінде тағы да 3-ке бөлетін болсақ, 8-ден 5, яғни С деген вариант бізде дұрыс екен. Екеуі тағы 3-ке бөлінеді. 15-те 24-те. Енді 13-ші есеп. Дәрігер адамға қажетті бір күндік тамақ асын дайындап берді. Бірінші таңғы асы 25, екінші таңғы асы 15, түскі асы 45, кешкі асы 15 дейді. Түскі асқа келетін бөліктің градус өлшемін табыңыз дейді. Түскі асқа келетін градус ол бізде 45, иә. 45. Демек, енді бұл жерде біз мына жердегі 45-ті не деп аламыз? Бізде жалпы 100%-ымыз 100%-ымызды біз аламыз 360 деп, 360 градусқа тең. Ал бізге түскі ас керек. Ал түскі ас деп отқанымыз ол бізде 45 градус. Мына 45 градусымыз біздің x-қа тең деп аламыз. Сонда бізде 45-ті пропорцияны тапқан кезде сандар бір-біріне қарама-қайшы бағытта көбейтілетін болады. Сонда 45-ті 360-ға көбейтеміз, 100-ді x-қа көбейтетін боламыз. Сонда бізде 45-ті 360-ға көбейтіп, сіздерге түсінікті болу үшін 45-ті 360-ға көбейтіп, оны 100-ге бөлетін болсақ, 162 шығарма бізде. Жүз 62 болады екен. Енді бізде 14-ші есепті қарайық. 14-ші есепте дәл сондай түскі астан басқа астарға дейді. Түскі астан басқа астарға дейді. Яғни түскі асымыз жаңа біздің қанша еді? Түскі асымыз біздің 162 еді. Жалпы 360 болатын болса, барлық градуста біз жаңа тапқанымыз 162 еді. Енді осы 360-та 162-ні алып болсақ, біздің жауабымыз 198 болады. А деген жауап бізде дұрыс вариант екен. А деген вариантты дұрыс деп айта аламыз. Енді бізде соңғы 15-ші есеп қалды. 15-ші есепте 15-ші есепте біз айтады, суретте неше үшбұрыш бар екенін анықтаңыз деген. Жалпы үшбұрыш, бұл жерде бұл үшбұрыштарды қалай анықтаймыз? Осы сұрақ ең алдымен осы сұрақтың өзіміз жауабын тауып алайық. Енді бұл жердегі біздің сандарымызда бізде ең алдымен мына бір нүктені аламыз да, мұнда мысалы В деген нүктені алайық. Осы В деген нүкте арқылы біз қанша үшбұрыш жасай аламыз біліп, ең алдымен сіздерге осылай жасаса, осылай істесеңдер, есептерде қиналмайсыздар. Мысалы қараңыздар, В, F, B деп біреу істесек болады, және В, E деп былай жасап қояйық.
мына бізде бір үшбұрыш, мына бізде екінші үшбұрыш, және дәл осыны толығымен жасап қояды. Толығымен. Мұнда жерде үшеуі шықты. Енді бұны қолдану арқылы мына А-ға апарсақ болады. Бұл бізде төртіншісі, және С-ға апарсақ болады. Бұл бізде бесіншісі. Иә, В арқылы. Енді В арқылы біз тағы қандай үшбұрыш жасай аламыз? В арқылы біз былай жасап болады. Так, бұл бізде бесеу болды, қателеспесем, иә? Бесеу. Мынау бізде алтыншы бола алады. Ал мынау бізде шешінші болады. Д-ға апарып көрсек тағы. Біз В арқылы қазір жетеуін жасадық. В арқылы біз ең алғаш жеті. Енді бұдан артық мен десем шықпайды. Енді келесі үшбұрыштарда біз В-ны қоспаймыз енді. В-сыз жасаймыз. Давайте А арқылы жасап көрейік. А арқылы бірінші былай жасап болады. Енді былай. А арқылы былай жасасақ, А, Е қылып біреу. Және А, H-пен біреу қосақ. Мында екеу болды, мына жерде біреу болған. Және осылар полный біреу болады. Үшеу болды. Міне О-ға апарамыз біз. Төртеу. Және С-ға апаратын болсақ, бізде бесеу болады екен. Осы жерде А-ның өзіне бізде бесеу. Енді мен сіздерге ең басты бұл жерде санап жазатқан айтқым келгенім, мына жердегі қолдану керек, бір әріпті қолданып, бір бұрышты қолданасыздар, және сол бұрыш арқылы максимально табамыз да, одан кейін ол бұрышты одан кейін жасамаймыз. Ол бұрышты одан кейін қолданамыз. Енді Д вариантын қарайық. Д вариантында Д нүктесі арқылы H-қа барады, және К-ға барады. Екеу болды, және H пен К арқылы бірге жасаймыз. Онда үшеу, және С-ға біреу барса болады. Және болды осы жерде. Онда үшеу болды. Так, енді бір, екі, H пен К-нікі екеу бірге болады, дұрыс. Оны төртеу болады. Төртеу болды. Енді С-ның өзінде мұнда К-ға біреу барады, F-ға біреу барады, және F пен К-ның өзіне тағы біреу барады. Мұнда С нүктесі арқылы біз үшеу жасай алады екенбіз. Сонда мына 3, 4, екеуін қоссақ, так, бізде 3 пен 4-ті қосамыз 7, 17 қосамыз 14, 14-ке 5-ті қосамыз. Бізде қазір не болды? 19 болды. 19. Енді бізде қазір 19 шықты. Егер дәл солай өздеріңіз санайтын болсаңыздар, дәл осылай жеке-жеке санайтын болсаңыздар, онда өздеріңізге сенімді болсаңыздар, онда белгілі өсіңіздер болады. Мысалы, мен қазір өзім санағанда 19 шықты. Ертең сіздер тест болған кезінде өздеріңіз асықпай әрқайсысын әр нүктемен бөлек-бөлек максимально қанша үшбұрыш шығады, соны есептеп өздеріңіз жазып көре берсеңіздер болады. Жақсы, ондай осы тесттер бойынша сұрақтарыңыз болатын болса, қайтадан чатқа жазсаңыздар болады. Мен записін чатқа жіберетін боламын, және түсінбеген жерлеріңіз бойынша да жазсаңыздар, немесе басқа да бір сұрақтарыңыз, есептеріңіз болатын болса, чатқа немесе өзіме жіберсеңіздер, сіздерге қона көмектесетін боламын. Так, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.